Қайырлы таң, балақай, сәлеметсіңдер ме? Қалдарыңыз қалай? Сіздермен шәкірт онлайн мектебі және де мен Балғаным Жанболатқызы. Қанекей, ендеше бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақ өткен тақырыпты жалғастырамыз. Өткен сабақта қандай тақырыппен танысып едік, еске түсіріп алайықшы. Дұрыс айтасыңдар, сан есіммен танысқан болатынбыз. Қанекей, ендеше сан есімнің ережесін еске түсірейікші. Тамаша, заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атаймыз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5, 9-шы, 20-шы. Жарайсыздар. Қанекей, ендеше оқулығымыздың 107-ші бетін ашайық. 32-ші жаттығуға зер салдық. Қанекей, тапсырмасын бірге оқыдық. Өлеңді мәнерлеп оқы. Қане, барлығымыз бірге дауыстап өлеңді мәнерлеп оқып шығайық. Жетелесіп, қолдасып, шықтық сейіл серуенге. Қырқанасып, жондасып, жүрдік еңіс ерменде. Ауыл қалды жырақта, жұбымызды жазбадық. Аунап жасыл қыраққа, тау қойнауын шарладық. Бұл Болат Сөнбаев ағайымыздың өлең шумақтары екен. Қанекей, өлең не туралы? Оған ат қойыңдаршы. Тамаша, бұл өлең, дұрыс айтасыздар. Ауылдағы жазық дала туралы екен, я? Яғни балалардың осы жазық далада ойнауы туралы екен. Қанекей, осы өлеңге ат қойып көрейікші, қандай ат қойсақ болады? Ауылдағы серуен, тағда қызықты ауылды кеш. Тамаша, жарайсыздар. Бұл сипаттау мәтіні ме, әлде әңгімелеу мәтіні ме? Әрине, бұл сипаттау мәтініне жатады екен. Тамаша, өлең шумақтары түсінікті болған болса, келесі жаттығуымызға көшейік. Қанекей, дауыстап бірге тапсырмасын оқиықшы. Сандарды сөзбен жазып өлеңді көшір. Қанекей, бірге оқиық. 1, 2, 3, ал Қанекей 3. 4, 5, 6, 7, мынау ауыл шеті. 8, 9, 10, ал Қанекей қон. Бұл Қадыр Мырзали атамыздың өлең шумақтар екен. Бұл жерде берілген сандарды сөзбен жазу қажет. Оны жұмыс дәптерінің 86-шы бетіне орындаймыз. Қанекей, жұмыс дәптерімізді аштық. Тамаша, барлығымыз аштық па? Керемет, ендеше қолымызға қаламызды аламыз. Сандарды сөзбен көркем етіп жазамыз. Тамаша, жазып болдық па? Қанекей, тексеріп өтейікші. Сандарды сөзбен жазғандарың дұрыс па екен? Қане, бірге оқып шықтық. 1, 2, 3, ал Қанекей 3. 4, 5, 6, 7, мынау ауыл шеті. 8, 9, 10, ал Қанекей қон. Бәрекелді, өте дұрыс жазған екенсіздер. Ендеше, келесі жаттығуға зер салайық. 34-ші жаттығу, тапсырмасын бірге оқыдық. Жаңылпашты жатқа айт. Қанекей, ендеше жаңылпашты бірге оқыдық. Ала көл, дара көл, ала көлді қара көр. Ол көл, мөлдір көл. Керемет, бұл жаңылпашты сіздерге үйреткен ассоциация тәсілі бойынша жаттап алыңыздар. Келістік пе? Қазір сіздерге уақыт беремін.
жай қарандаш және де қағаз алып, дәл осы берілген жаңылтпашты ассоциация тәсілімен жаттаймыз. Сіздерге 40 секунд уақыт беремін. Қанеки, жаттап алдық па? Ендеше бірге айтып көрейікші. Алакөл, Даракөл, Алакөлді қара көр. Ол көл, мөлдір көл. Жарайсыңдар. Енді Алакөл туралы білетініңді айтыңдаршы. Алакөл туралы не білесіздер? Керемет, Қанеки, бірге айтып көрейік. Алакөл бұл тұзды ағынсыз көл екен. Ол Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарының шекарасында орналасқан. Алакөлде курортты демалыстар орындары орналасу себебі, яғни олардың суы минералды бай болуына, оның құрамында Менделеев кестесінің элементтері көп кездеседі. Құрамы жағынан қара және өлі теңізге ұқсайды. Сондықтан бұл аймақта демалушылар емдік туризммен шұғылданады. Яғни туризм бұл аймақта 10 шақты жыл дамып келеді. Сондықтан көл жағасында комфортты қонақ үйлер мен демалыс үйлері қызмет көрсетеді. Сонымен қатар Қабанбай және Көктума ауылдарында да демалыс аймағы саналатын туристік қызметтер ұсынып келеді. Яғни бұл Алакөлдің балшықтары өте емдік қасиетке ие екен. Өзің Алакөлге барып көрдің бе? Және ол саған ұнайды ма? Я, жауаптарыңды күтемін. Алакөлге барып көрген болсаңдар, бізге жауап жазыңыздар. Келістік пе? Тамаша. Бұл Алакөл туралы шағын мағлұматтар біліп өттік. Әлі де тереңнен білу үшін үлкендерден немесе интернет желісінен біліп аламыз. Келістік пе? Тамаша. Ендеше Қанеки, келесі жаттығуға зер салайықшы. 35-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сан есімдерді қойып жаз. Қанеки, ендеше оқып көрейік. Асқар жаста. Көп нүктенің орнына сан есім қою керек. Атасы жаста. Атасы неше жаста? Сан есімді қоямыз. Асқар нешінші сыныпта оқиды? Яғни көп нүктенің орнына мен сіздерге нешінші деген сұрақ қойып тұрмын. Ол атасымен жайлауға барғанды ұнатады. Қанеки, осы 35-ші жаттығуды көркемдеп дәптерімізге сан есімдерді көп нүктенің орнына қойып жазып шығайықшы. Тамаша, жазып болдыңыздар ма? Қанеки, ендеше тексеріп өтейікші, қандай санды қойдыңыздар? Бірге оқыдық. Асқар 10 жаста. Атасы 60 жаста. Асқар 4-ші сыныпта оқиды. Ол атасымен жайлауға барғанды ұнатады. Керемет. Көркемдеп жазып болсақ, Қанеки, осы сөздерде сан есімдерді тап, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Қайсысы сан есім? Дұрыс. 10, 60, 4-ші. Бұлар қай сөздермен байланысып тұр? 10 деген сан есімі қай сөзбен байланысып тұр? Жаста сөзімен байланысып тұр. Ал 60 сан есімі қай сөзбен байланысып тұр? Тамаша. Бұл да жаста деген сөзбен байланысып тұрған екен. Ал 4-ші деген сан есім
қай сөзбен байланысып тұр? Керемет. Төртінші, ол сыныпта деген сөзбен байланысып тұрған екен. Жарайсыңдар. Керемет. Сан есім қай сөздермен байланысып тұрғанын тауып алдық. Ендеше біздің жаттығуымыз аяқталған екен. Сіздерге қазір үйге тапсырма бергім келіп тұр. 36-шы жаттығуда сөз жұмбақты дұрыс шешсең, жылы жаққа саяхаттайтын құстарды табасың. Бұл оқулықта берілген. Сөз жұмбақты шешсеңіздер, жылы жаққа қандай құс саяхаттайтынын білетін боласыздар. Үйден орында міндетті түрде суретке түсіріп, чатқа жіберіңіздер. Келістік пе? Тамаша! Бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталған екен. Сіздерге бүгінгі сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Және де келесі сабақты ең бірінші болып көргіңіз келсе, қоңыраушаны басып қойыңыз. Қоңыраушаны бассаңыз, сізге ең бірінші болып шығатын болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңдар.